Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен бірге Мадина, менімен бірге күн мен түн тортын жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет болып шығады. Жұмсақ, ылғалды, көп нәрсені қажет етпейтін торт. Бұл тортты пирог ретінде де қонақтарымызға ұсынуға болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Әр апта сайын сіздерді жаңа видео рецепттермен қуантамын. Ең алдымен ақ бисквитімізді дайындап аламыз. Қантымызға жұмыртқамызды жарып, жақсылап әппақ болып көпіргенше миксерлеп аламыз. Одан кейін сұйық майымызды, ыстық суымызды құйып, бірден ыстық суды құйғаннан кейін жақсылап миксерлеп аламыз. Алдын ала ситадан өткізілген ұнымызға қамыр қопсытқышымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз да, жаңағы жұмыртқалы массамызға 3-4 бөлікке бөле отырып қосып жақсылап миксерлеп алып, 24 сантиметрлік тортымыздың формасына массамызды құйып, пешімізді алдын ала 180 градуста қыздырып алып, бисквитімізді 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Бисквитімізді толықтай бөлме температурасында суытып алып, пышақпен немесе осылай жіп арқылы бөліп алсаңыздар болады. Енді шоколадты бисквитімізге кірісеміз. Қантымызға 5 жұмыртқамызды жақсылап жарып алып, әппақ болып көпіргенше миксерлеп аламыз да, сұйық майымызды құйып, ыстық суымызды құйғаннан кейін міндетті түрде бірден миксерлеп аламыз да, алдын ала ситадан өткізілген ұнымызға қамыр қопсытқышымызды, какаомызды қосып жақсылап араластырып, жаңағы жұмыртқалы массамызға 3-4 бөлікке бөле отырып қосып жақсылап миксерлеп аламыз да, 24 сантиметрлік тортымыздың формасына құйып алып, пешімізді алдын ала 180 градуста қыздырып, 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Бұл шоколадты бисквитімізді де толықтай бөлме температурасында суытып алып, пышағымыз арқылы тура ортасынан осылайынан кесіп шығамыз да, жібімізді ұзын етіп кесіп алып, жаңағы пышақ жүргізген жерімізден кіргізіп, айқастыру арқылы шоколадты бисквитімізді 2 бөлікке бөліп аламыз. Тортымызды жинауға кірісеміз. Қара бисквитімізді алып, бисквит ылғалды болуы үшін сүтімізді барлық жерінен құйып шығамыз. Қалаған кремімізді жағып аламыз. Енді ақ бисквитімізді орналастырып, ылғалдылығы үшін сүтімізді барлық жерінен құйып шығамыз да, кремімізді жағамыз. Қара бисквитімізді, ақ бисквитімізді кезек-кезек осылайынан орналастырып шығамыз да, кремімізді барлық жерінен жағып алып, 3-4 сағатқа кремі сіңгенше тоңазытқышқа салып қоямыз. Кремі сіңгеннен кейін бетін қалағанымызша әрлеп, қонақтарымызға ұсына береміз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген үміттемін. Барлықтарыңызға ас болсын.